Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum dostlar. Bizde Arap тілі тікелей эфирде Алланың қалауымен 10-шы күн. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum жамағат бауырлар. Араб тілін үйренуді бастайық. 10-шы күн бүгін. Сонымен кеше біз не өттік? Соны қайталап жіберейік. Біз айттық, араб тілінде 5 сөз тіркесі бар деп. Біріншісі біз таныстық. Біз бұл курста арабшада 5 түрлі сөз тіркесімен танысамыз. Соның бірі маусуф сифа дедік. Маусуф сифа дегеніміз не? Зат есім мен сын есімді маусуф сифа дейді арабтар. Маусуф сифа. Маусуф сифа дегеніміз бұл не болды? Екі исімнің бірге келуі. Зат есім мен сын есім. Исім плюс исім. Қандай жағдайда маусуф сифа болады? Егер екі исімнің 4 сипаты бірдей болса. Біз айттық, исімдердің кез келген исімнің 4 сипаты бар. Олар қандай? Бірінші статус дедік. Рафға насып жар болуы мүмкін. Екінші саны дедік. Саны қандай? Жекеше 1, екілік 2, немесе көпше 3 дедік. Сосын тегі дедік. Мужской не женский болады арабшада. Кез келген исім сөз не мужской болады, не женский болады. Құрандағы сөздерді солай. Сосын грамматикада мужской женский. Сосын 4-ші типі нақты немесе жалпы болып есептеледі. Біз айттық, жалпы көбіне исім сөздер жалпы болады. Қандай жағдайда нақты болады, оның 7 себебін айттық. Оны кейін қайталаймыз. Оның бірі әлі болса, нақты атаулар болса, ондай исімдері біз айтамыз, нақты исімдер дейміз. Енді сол исімнің 4 сипаты бірдей болса, бірнеше исімдердің 4 сипаты бірдей болса, араф статусы, саны, тегі, типі бірдей болса, 4-еуінің, онда бұларды біз бұндай сөздер бір-бірімен байланысқан, яғни тіркескен дейміз. Ондай тіркескен сөздерді арабтарда маусуф сифа дейді. Қазақшада оны зат есім плюс сын есім дейді. Түсінікті? Екінші сөз тіркесі біз өттік, жар маджрур дедік. Жар маджрур дегеніміз харф жармен не келуі? Исімнің келуі. Түсінікті? Исім. Харф жармен исім келсе, біз айтамыз, бұл екі сөз бір-бірімен байланысып тұр. Бұл байланысты біз жар маджрур дейміз. Маджрур арабшада жар маджрур. Харф жардың жұмысы қандай? Өзінен кейінгі исім сөзді жар қылады, статусын жар қылады. Біз айттық, исімнің статусы бар, рафқа болады, не насып болады, не жар болады. Сол мына харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар статуста қылу. Басқа ешқандай жұмыс жоқ. Енді харф жардың танысайық. Алдыңғы сабақтарда біз өтті, харф жарды қайталайық дегенім ол. Харф жарды міндетті жаттау алу керекпіз. Мағынасы әзірге маңызды емес, бірақ оны жаттау алу керекпіз. Харф жар бізде Құранда 11 түрлі харф жар кездеседі. Олар бә, тә, кәф, ләм, уау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар харф жар. Құранда бұлардың барлығы кездеседі. 11 түрлі харф жар. Айттық, бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу. Бұлар исіммен бірге жүреді. Бұлар исіммен сондай жан дос араларында ешқандай сөз болмайды. Бірге жүреді. Енді харф жарды тағы да қайталай 5 рет. Бұларды жаттау алған маңызды. Жаттау алу керек. Сонымен 5 рет қайталаймыз. Бә, тә, кәф, ләм, уау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Тағы да. Бә, тә, кәф, ләм, уау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар харф жар. Құранда кездесетін харф жар 11. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді не істейді? Жар статус етеді. Тағы да. Бә, тә, кәф, ләм, уау,
мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар исіммен бірге жүреді. Исіммен араларында ешқандай сөз болмайды. Исім сөздердің алдында келеді. Түсінікті ғой? Бәта, каф, лам, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Соңғы рет. Бәта, каф, лам, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар харф жар дейміз. Харф жар мен исім келсе, ондай байланысты біз айтамыз жар мажрур дейміз. Түсінікті ғой? Жар мажрур. Харф жар мен исім келсе жар мажрур дейміз. Сосын үшінші сөз тіркесі ол харф насып пен исім келсе. Инна дейді оны. Инна плюс исмуха деген. Инна плюс инна исмуха. Исмуха. Бұлар қалай жасалады? Бұндай тіркестер харф насып бар, как айтамыз. Харф насыпты жаттау болу керек, Құранда өте көп. Инна ағатайна кәл-кәуесар дейміз ол. Инна деген сол харф жар. Инна исмуха. Бұлар харф жар қалай жасалады? Бұл тіркес харф жар, харф насып плюс исіммен келеді. Бұлар екеуінің арасында сөз, әртүрлі сөздер болуы мүмкін. Міндетті түрде бірге жүру міндетті емес. Міндетті түрде екеуі бірге жүру міндетті емес. Исім мен харф насып пен исім бірге келеді. Бұндай тіркесті біз байланысқан сөздерді инна исмуха немесе харф насып исмуха дейміз. Харф насыптың жұмысы қандай? Өзінен кейінгі исімді насып қылу, насып статуста қылу. Біз осыған дейін айттық, қандай жағдайда исім насып болады? Егер ол сөйлемдегі іс-әрекетті, яғни фиғылды толықтырушы сөз болса, онда насып дейміз. Енді екінші себебі не үшін исім насып болады? Ол мына харф насыптың себебіне. Егер исімнің алдында харф насып келсе, онда ол исім насып статусқа көшеді. Харф насып дегеніміз қандай олар? Олар жетеу арабшада. Құран олар мыналар мені. Осы 7 сөзді жаттап алу керекпіз. Міндетті түрде. Бұлар Құранда өте көп. Сонымен харф насып. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді насып статуста қалады. Түсінікті ғой? Бұлар харф насып пен исімнің арасында әртүрлі сөздер болуы мүмкін. Бірге жүру міндетті емес. Сонымен насыпты қайталайық. Харф насыпты қайталайық. Инна бесерт қайталаймыз. Инна, анна, ка, анна, би, анна, лейта, лакинна, лаалла. Бұлардың мағынасы әзірге маңызды емес. Құранды оқығанда әзірге ажырату, тану сол маңызды. Сондықтан біз жаттап алу керекпіз. Инна, анна, ка, анна, би, анна, лейта, лакинна, лаалла. Бесерет. Инна, анна, ка, анна, би, анна, лейта, лакинна, лаалла. Құранда бұлар өте көп. Бұлар харф насып деп атайды. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді насып статуста қылу болды. Басқа ешқандай жұмыс жоқ. Инна, анна, ка, анна, би, анна, лейта, лакинна, лаалла. Соңғы рет. Инна, анна, ка, анна, би, анна, лейта, лакинна, лаалла. Бұлар не үшін керек бізге? Араб тілінде бұл сөз тіркесін құру үшін бұл харфтар қолданылады. Бұндай сөз тіркесін біз инна исмуха дейміз. Инна немесе лейта исмуха, анна исмуха дейміз. Харф насып плюс исіммен бірге жүреді бұлар. Харф насып исім. Өзінен кейінгі исімді насып болады. Түсінікті деп ойлаймын. Так, енді келесі. Кеше өткен маңызды тақырып есімдіктер дедік. Есімдіктер. Есімдіктер бұларда Құранда өте көп, өте маңызды. Өте маңызды тақырып. Есімдіктер өте маңызды тақырып. Кеше біз бастап таныстық. Бұлардың біз рафқа статустағы түрімен таныстық кеше. Дұрыс қой? Есімдіктер өте маңызды тақырып. Есімдіктер, сонымен есімдіктер дегеніміз қандай? Бұлар мыналар. Бұларда есім сөздер мені. Қайталайық. Хуа, хума, хум. Бұларды міндетті түрде жаттап алу керекпіз мағынасымен.
Хуа, хума, хум. Осылай үштен заттан ыңғайлы не үшін? Бірінші, біз айттық қой, араб тіліндегі есім сөздер сан көпше түрге бөлінеді. Жекеше, екілік және көпше дегеніміз. Мына есімдіктері осылай үштен заттасаңыздар, біріншісі ол бірлік болады, жекеше түр. Екіншісі екілік болады, хума. Үшіншісі үштік, яғни көпше түрдегі сөз. Сонда хуа, хума, хум. Біріншісі сол ол деген сөз, екіншісі екілікте береді, яғни ол екеуі деген мағынаны білдіреді. Бұл үшіншісі көпше түр, яғни олар деген мағынаны білдіреді. Сондықтан осылай үштен заттап алыңыз. Сонда сіздер бірден есіңізге түседі, қайсысы екілік, қайсысы көптік, қайсысы бірлік, жекеше түрдегі. Хуа, хума, хум. Хуа, хума, хум. Хуа, хума, хум. Хуа деген ол, хума деген ол екеуі екілік формадағы, хум олар деген мағынаны білдіреді. Бұлар барлығы рафға статустағы түрлері. Сонымен келесі есімдіктердің женский версиясы енді бұлардың. Бұл да үш сөзден бірінші жекеше түр, екіншісі бізде екілік формадағы, үшіншісі көпше түрдегі. Бірақ бұл женский вариант, ол дегеннің. Хия ол женский родта, хума ол екеуі екінші қатарда тұр, сондықтан бұл екілік деген мағынаны білдіреді. Сосын ол екеуі хунна деген олар женский родта қолданады. Хунна олар женский родта. Бұл женский версиясы. Сонымен қайталайық. Хия, хума, хум. Хия, хума, хум. Кешіріңіздер. Хия, хума, хунна. Хия, хума, хунна. Хия, хума, хунна. Хия деген ол жекеше түрде женский род. Хума ол екеуі женский род. Хунна олар көпше түрде женский родтікі. Сонымен барлығын бір қайталайық. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Келесі. Бұлардың барлығы рафқа статуста тұр. Келесі, яғни сен деген есіпті, сен екеуін, олар деген есімдіктер қалай болады араб тілінде? Олар әнт деп басталады. Әнт. Әнта. Бұның біріншісі жекеше түрдегі, екіншісі екілік, үшіншісі көптік. Сонда сен деген әнта деген болады. Әнтума сен екеуін, әнтум сендер деген көпше түрде. Келесі. Тағы да қайталаймыз. Әнта, әнтума, әнтум. Біріншісі жекеше түр, екіншісі көпше түр, екіншісі екілік түр, үшіншісі көпше түр. Әнта сен, әнтума сен екеуін, әнтум сендер деген мағынаны білдіреді. Бұны міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Бұлар араб тілінде есімдіктер дейді. Есімдіктер өте маңызды тақырып, Құранда өте көп. Сонымен тағы бір айталайық барлығын. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анта, антума, антум деген сен дегеннің мужской родтасы. Сен деген жекеше түр, антума сен екеуін, антум сендер көпше түрде. Енді бұның женский бар. Женский қалай болады? Бұларды жаттап алу керек біз міндетті түрде. Женский версиясы. Бұл да біріншісі бұл жекеше түрдегі сөз, екіншісі екілік, үшіншісі үштік, көпше түрдегі деген. Сонымен анти, антума, антунна. Анти сен дегені білдіреді, бірақ женский родта қолданады. Қыздарға сен дейтін болсақ, осы анти дегенді қолданады. Антума сен екеуін қыздарға қолданады. Екі қыз тұрса антума. Антунна көп қыздар, көп әйелдер тұрса антунна сендер дейді. Сендер деп қолданады. Антунна сендер деген мағынаны білдіреді женский родта. Біріншісі жекеше түр, анти, антума екілік түр, антунна көпше түрдегі сендер деген мағынаны білдіретін сөз. Бұлардың барлығы рафға статустағы сөздер. Сонымен қайталайық. Анти, антума, антунна. Барлығын бір қайталайық. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Енді мен және біз деген сөз алды. Ол оңай. Мен және біз деген бұлар
әна нахну деген болады. Әна мен, нахну деген біз деген мағынаны білдіреді. Сонымен бұлар есімдіктер. Арабшада есімдіктер өте маңызды. Бұлардың тәнуин қабылдамайды, тәнуинсіз комбинация қабылдамайды, өздерінің бөлек ережесі бар, сондықтан бұларды бөлек өтеміз. Бұлардың барлығы есім. Және мына тұрған есімдіктердің барлығы рафға статуста тұр. Түсінікті ғой? Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Біз айттық. Есім сөздердің 4 сипаты бар дедік. 4 сипаты. Статус, саны, тегі, сосын типі дедік. Статус дегеніміз рафға насып жар. Саны дегеніміз 1, 2, 3. Тегі дегеніміз женский не мужской. Сосын тегі дегеніміз женский не мужской. Типі дегеніміз жалпы немесе нақты дедік. Енді осы нелердің 4 сипатын тауып көрейік. 4 сипаты қандай екен? Осы есімдіктердің. Бұлар өте оңай. Қараңыздар. Статусы, бұнардың барлығы қазір рафға статуста тұр. Рафға. Саны. Біз айттық, бірінші тұрғаны 1 дегенді білдіреді. Хуа дегеніміз жекеше түрде тұрған сөз. Рафға. Хума. Жекеше түрде. Рафға екілік түрде тұр. Хума. Хум деген біз айттық көпше тұр. Мына екінші қатарда, үшінші қатардағылар көпше тұр. Екінші қатар екілік тұр. Сондықтан оңай. Статусы рафға. Хума деген статусы рафға. Саны 2-ні білдіреді. Хум деген статусы рафға. Саны 3 дейміз. Себебі көпше түрде тұр. Хия деген айттық. Біріншісі бірлік, екінші екілік. Хия дегеніміз статусы рафға. Саны 1. Хума дегеніміз статусы рафға. Саны 2. Хунна статусы рафға. Саны 3. Неге? Себебі көпше түрдің версиясы. Анта жекеше түр. Сондықтан бұл рафға 1 дейміз. Антума бұның статусы рафға. Саны 2, екілік. Антума. Мені қарасаңызда екілікте барлығында әлифпен жүреді. Антунна, антум, сендер. Бұның мағынасы көпше түр. Сондықтан рафға 3 дейміз. Анти. Бұл бірінші қатарда тұр, яғни бірлікті білдіреді. Жекеше түрде рафға 1 дейміз. Антума. Рафға 2, антунна рафға 3 дейміз. Себебі көпше түрдегі сендер деген женский родта. Ана деген бұл жекеше дейміз. Рафға 1 дейміз. Нахну бұл көпше түр, сондықтан рафға 3 дейміз. Енді қараңыздар, біз статус таптық, сан таптық, енді тегіні дейік. Тегі дегеніміз, мына бірінші қатар мужской, мына қатар женский, екіншісі женский. Женскийді қызылмен белгілейік. Сонда бізде бұлар оңай болады. Анти, антума, антунна бұлар женский, қызылмен белгілейік. Қалғандары мужской. Сонда хуаның тағы да 4 сипаты. Мына қызылмен белгіленді женский, қарамен белгіленді мужской. Сосын 4-шісі типі дедік. Типі жалпы немесе нақты. Бұл есімдіктер барлығы нақты болады. Әрқашан нақты болады. Біз айттық қой, есім сөздер 7 себебі бар. Не үшін нақты болатын? Соның бірі есімдіктер дедік. Ол, сен, олар деген. Міне осылардың барлығы қазір барлық осы есімдер, бұл есімдіктер барлығы нақты. Сондықтан біз 4 сипатын оны айта аламыз. Хуа дегеніміз бірінші статусы рафға, саны 1, тегі қарамен болғасын мужской дейміз. Хуа ол, сосын нақты немесе жалпы нақты болады. Келесі хума, ол екеуі рафға екілікті білдіріп тұр. Мужской, сосын бұлар нақты болады. Барлығынкі нақты тегі. Типі нақты немесе жалпы деген нақты болады. Бұлардың барлығы нақты болады. Хум деген 4 сипаты. Статусы рафға, саны көпше тұр 3-тік. Тегі мужской болады, қарамен тұр. Сосын нақты болады. Келесі хия, ол женский. Ол деген сөз женский родта. Жекеше рафға статусы саны жекеше тұр. Сосын қызылмен тұрғасын женский дейміз. Бұл нақты болады, типі нақты болады. Түсінікті. Хума 4 сипаты. Рафға болады. Екілік формада, сондықтан 2 дейміз.
тегі мужской женский қызылмен белгіленіп тұр, сондықтан бұл женский, ол екеуі дегеннің женский формасы. Сосын типі жалпы немесе нақты. Есімдіктер әрқашан нақты болады, сондықтан бұл нақты дейміз. Келесі, хунна, олар женский родта 4 сипаты керек. Рафха, бірінші статусы рафха, саны көпше тұр 3 болады. Сосын мужской женский қызылмен тұр. Сосын нақты болады, типі нақты болады. Түсінікті ғой? Келесі, анта, бірінші қатарда тұр, сондықтан бұл жекеше түрдегі сөз сен деген мағынаны білдіреді. Қарамен мужской болып тұр. Сонымен статусы рафха, тегі саны жекеше тұр 1 дейміз. Сосын мужской жалпы нақты, себебі есімдіктердің барлығы нақты болады. Келесі, антума, ол сен екеуін, статусы рафха, саны екілік, сосын мужской қара болғасын, бұл мужской болады. Антума, сен екеуін ерлерге айтады. Сосын жалпыма нақты, себебі есімдіктердің барлығы нақты. Антум 4 сипаты, статусы рафха, саны көпше түрде болғасын, сендер деген мағынаны білдіреді, сондықтан бұл 3 дейміз. Мужской қарамен белгіленіп тұр. Сосын жалпыма типі нақты, себебі есімдіктердің барлығы нақты. Түсінікті ғой? Нақты. Келесі, анти, бұл женский версиясы, сен дегеннің женский версиясы 4 сипаты. Рафха, жекеше, женский, нақты. Антума, екілік, сен екеуің женскийді. 4 сипаты. Рафха, екілік, женский, нақты. Есімдіктердің барлығы нақты бар. Антум, антунна, сендер, женский родта. 4 сипаты. Рафха, көпше тұр 3-түк, женский, нақты. Ана деген сөз 4 сипаты. Мен деген мағынаны білдіреді арабтарда. 4 сипаты. Рафха, жекеше тұр, мужской дейміз. Сосын себебі мен айтып. Сосын нақты. Нахну деген біз деген мағынаны білдіреді. 4 сипаты. Қандай? Статусы рафха, саны көпше тұр, сондықтан 3 дейміз. Мужской дейміз. Сосын нақтыма, жалпыма нақты, себебі есімдіктердің барлығы нақты. Бұлардың барлығы рафха статуста тұр. Бұлар, неже жазып кетейік, есімдіктердің бұлар рафха статуста тұр. Барлығы рафха статуста. Бірінші, бұл кестеде барлығы, қазір барлығы рафха статуста тұр. Рафха статуста. Сосын екінші, барлығы, есімдіктердің барлығы не болады? Типі қандай болады? Типі нақты болады. Есімдіктердің типі әрқашан нақты болады. Әрқашан нақты болады. Түсінікті ғой? Енді біз айттық, есім сөздердің 3 статусы болады. Статусы рафха, насып, жар. Рафхасын білдік. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Бұлар рафха статуста тұрған есімдіктер. Бұлар есімдер. Біз айттық, есімдердің 3 статусы болады. Рафха, насып, жар. Енді бұлардың насып пен жары қалай болады? Бүгінгі тақырып сол. Осы тұрғандарда мыналарды біз айтамыз тәуелсіз есімдіктер. Неге? Себебі осы жекеше түрде келеді. Осы түрде рафха түрде бұлар жеке өздері келеді. Ешқандай харф насыпқа, харф жарға, исімға қосылмайды бұлар. Сондықтан біз бұларды айтамыз. Бұларды жекеше тәуелсіз есімдіктер дейміз. Бұны тәуелсіз есімдіктер. Тәуелсіз не үшін? Тәуелсіз. Бұларды елсіз. Осы түрде рафха статуста тұрғандарда тәуелсіз есімдіктер дейміз. Не үшін? Себебі жекеше сөйлемде есімдіктер. Жекеше, осы жалғыз өзі жекеше түрде келеді. Ешқандай есім, ешқандай харф бұларға қосылмайды. Сондықтан біз бұларды айтамыз тәуелсіз есімдіктер. Тәуелсіз есімдіктер әрқашан рафха статуста болады. Түсінікті ме? Кімде қандай сұрақ бар? Бұл бізде қайталайық, бесер қайталайық, сосын біз насып пен жар қалай болады, соны үйренеміз. Кеттік. Мағынасымен бірге жаттау керек. Әзірге осылай жатталайық. Бесер қайталаймыз. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Тағы да. Хуа, хума, хум.
хия, хума, хунна. Қызылмен белгіленгенде женский родтағы сөздер. Сосын анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Тағы да есімдіктер бұлар. Рафқа статуста тәуелсіз есімдіктер дейміз. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Мағыналары. Хуа дегеніміз ол, хум бірінші қатар бірлік, екінші қатар екілік, үшінші қатар көптік. Хуа дегеніміз ол, хума дегеніміз ол екеуі, екілік. Хум деген олар. Енді солардың женский версиясы. Женский родта хия ол қыздарға қолданады, хума ол екеуі қыздарға, хунна олар қыздарға қолданады. Женский родта сөз. Анта сен деген сөз. Анта дегеніміз сен. Антума сен екеуін, антум сендер. Енді бұның женский родта түрі. Анти сен қыздарға қолданады женский родта. Антума сен екеуін қыздарға қолданады. Антунна сендер қыздарға қолданады. Ана деген мен деген мағынаны білдіреді. Нахну біз деген мағынаны білдіреді. Тағы да егер қайталайық. Бұлар есімдіктер. Тәуелсіз формада тұрғандар. Сондықтан бұлардың барлығы рафқа статуста тұр. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Бұларды міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Өте маңызды. Құранда өте көп. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Кейбір нәрселерді міндетті түрде жаттау керекпіз. Онсыз араб тілін үйрену мүмкін емес. Сондықтан біз бұны қайталап жатырмыз. Сонымен біз айттық. Бұлардың барлығы рафқа статуста тұр. Барлығының типі нақты. Сосын бұлар тәуелсіз есімдіктер. Не үшін тәуелсіз? Себебі бұлар осылай сөйлемде жекеше түрде келеді. Рафқа статуста келеді. Енді біз айттық статустың үш түрі бар. Рафқа, насып, жар дедік. Енді бұлардың рафқасымен таныстық есімдіктерін. Енді насыбымен жары қалай болады, соны білейік. Насыптен жары қалай болады? Насыппен жары бұларда бірдей болады. Сонымен бірге үйренеміз. Кеттік. Так, енді бұл жасылдағылар бізде бұл жасылын кетіп тсек, біз керек емес жасылы. Енді насыптарын үйренейік бұлардың. Насыпта қалай болады екен? Біз рафқасын, есімдіктерін рафқасын үйрендік. Енді насып болады. Насып статустарда қалай болады? Бұлар мына қараңыздар, хуа деген бізде насып деп айтпаймыз, себебі бұл есімдік, сондықтан бұл рафқа. Хияда біз насып демейміз, себебі бұл жекеше түрдегі есімдік, сондықтан бұл рафқа. Анта насыпқа ұқсайды, жоқ, бұл есімдік болғасын, бұл өзгеше, сондықтан біз бұны рафқа дейміз. Бұл есімдік деп аталады, сондықтан бұлар рафқа. Енді бұлардың насыппен жары қалай болады? Бұлардың рафқасы насыбымен жары қалай болады? Хуаның насыбы қалай болады? Хуат. Хуаның ху деген бұл насып немесе жар. Так, мүжге жазып біте алам ба? Сосын хуманыкі өзгермейді. Сол хума қалай береді? Хума болып қалай береді. Хума оңай. Хума қалай береді. Сосын хумның насыбы да жарды сол хум болып қалай береді. Көріңіздер, сонда біз нені үйреніп жатырмыз? Тек қана ху дегенмен жаңа нәрсе бізге ху деген болып тұр. Мынау. Мысалмен белгілейік, бұлар рафқа немесе бұлар насып немесе жар болады. Хуа деген бізде бұл рафқа, ал ху дегеніміз насып немесе жар. Мына жерге жазып кетейінші. Насып немесе жар деп.
насып немесе жар. Бұл өте көп Құранда. Сонымен хуа бізде рафа, оның насып пен жары ху деген болады. Түсінікті ғой? Ой, не болып қалды. Аралана. Хуа бізде рафа, оның насып пен жар түрі ху болады. Хума бізде рафа, насып жарда хума болады. Хум бізде рафа, оның насып жары хум болады. Ештеңе өзгерген жоқ. Түсінікті ғой? Бұл оңай. Сосын енді женскийді көрейік. Бірінші ада бізде. Ол бізде рафа статуста. Енді жарда қалай болады? Насып пен жарда қалай болады? Бұл хә болады екен. Хә деген болады. Көрдіңіздер ме? Мына мен түсіне алып түсейін. Бұл бізде женскийдің насып немесе жар түрі. Хә болады. Сосын хума болып қала береді. Хума қала береді. Хунна болып қала береді. Бұл жерде де ештеңе өзгермейді. Хунна бірдей. Хунна болып қала береді. Бұлар бізде насып жар болып тұр. Насып не жар. Осылай болады. Бұларды біз жалғанған есімдіктер дейміз. Себебі бұлар жалғанып тұрады. Не харфқа жалғанады, не есімге жалғанады, не насыпқа жалғанады. Сондықтан біз бұны жалғанған түрлер дейміз мыналарды. Мына жасыл менбеге. Так, жасылынан сары менбеге қойық. Насып не жарды сары менбеге дейміз айтпашы. Шатастырмаушы. Сосын сарымен. Бұл жерде өзгеріп тұрған тек қана хә дегеніміз, яғни ана деген сөз ғой, ана деген. Ол женский родта. Түсінікті ме? Мұны етіп қойық. Хуа бізде рафа, хия бізде рафа, оны насыбы хә болады. Насып немесе жары хә болады. Хума бізде ол рафа, насып жарда бірдей хума. Хунна рафа, оның насып жарда хунна болады. Сосын ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Енді келесі анта дегендерді көрейік. Бұлар бізде рафа статусыdır. Енді жар немесе насыпта қалай болады? Насып пен жарда. Анта дегенде бұларда мына тәден бастап каға өзгертеді. Анта дегенде каға өзгертеді. Антума деген кума болады. Антум кум болады. Түсінікті ме? Мысалы антаның рафқа, анта деген бізде рафқа статусы тұр ғой. Енді оның насып немесе жары қалай болады? Ка болады. Таны каға аударады просто. Өзгертеді. Ка болады. Міне. Ка бізде насып не жары болып тұр. Ка деген, анта деген сен деген ғой, соның рафасы. Енді оның насып немесе жары ка болады. Ол қайдан шығып тұр? Мына жерде тәні ка деп өзгеріп тұр. Енді мына антума дегеннің насып немесе жары қалай болады? Тума дегенді алады да, соны кумаға өзгертеді. Кумаға өзгертеді. Міне. Антума кума болады. Бұл насып немесе жар түрі. Антума кума. Сосын антум олай болады. Антум дегенді алады, тум дегенді алады да, оны кум деген өзгертеді. Кум деп болады. Оңай. Көрдіңіздер ме? Бұлар бізде не болады? Насып не жар статусы. Сарыдағылар раф
насып не жар статуста алады. Сондықтан біз оны санмен белгілеп жатырмыз. Бұлар насып не жар. Насып не жар. Қай кезде жар, қай кезде насып, оны айтамыз. Оны өтеміз. Алла қаласа. Сонымен әнта дегеніміз сен деген рафа статуста тұрса, оның насып жары қалай болады? Ка болады. Енді әнтума дегеніміз біз айттық, бұл рафа статуста тұр. Оның несі қалай болады? Насып жары кума болады. Қалай шығыптыр? Ол мына тума дегенді алып тұр да, әнтума дегенде. Сол тума дегенде тыны ка өзгеріп тұр, сонда кума болады. Әнтум деген сендер деген рафа статуста тұр. Оның насыбы қалай болады? Әнтум дегенде тумды алады да, сол тыданы ка өзгертеді, сонда кум болып қалады. Әнтум кум. Әнтум сендер рафа статуста, насып жары кум болады. Түсінікті ме? Бұл есімдіктер, бұлар өздерінің осындай біртүрлі ережелері бар. Бұл оңай, бірақ міндеттері білу керекпіз. Енді әнти, әнтума, әнтуна женский родтағы сен деген сөздер. Сен, сен екеуін, сендер. Бұның есі қалай болады? Насып жары қалай болады? Соны көрейік. Бұнда да әнти тыдан бастайды да, сол араға өзгертеді. Тыны каға өзгертеді. Әнти болса ки болады. Әнти болса әнтиді алады да, ти дегенді алады да, соны киға өзгертеді. Ки болады. Сосын әнтума, тума деген тыдан бастап алады да, соны каға өзгертеді. Әнтума, тума дейді, кумаға өзгертеді. Ку, ма болады. Кума. Сосын әнтунна, рафа болса насып жары қалай болады? Әнтунна, тунна дегенді алады да, куннаға өзгертеді. Кунна. Кунна. Көріңіздер ме? Оңай. Бұлар бізде барлығы насып жар болып тұр. Жоқ бақытына. Егіз өрмей тұр. Қара цветке. О, міне. Бұлар бізде не болып тұр? Насып жарының түрі. Насып не жар статуста тұрғандар. Есімдіктердің. Әнти бізде сен, женский родта сен деген сөз, рафа статуста тұр. Оның насыбы ки болады. Немесе жар статуста тұры ки болады. Әнтума рафхада тұр, сен екеуін женский родта, оның насып жары қалай болады? Кума болады. Әнтунна сендер женский родта рафха статуста тұр, оның насып не жары қалай болады? Кунна болады. Кунна. Енді бізде тағы екеу қалды. Әна нахну. Әна нахну. Бұлар рафха статуста. Әна деген мен деген сөз. Нахну деген рафха статуста тұр, біз деген сөз. Әна деген қалай болады? И деген болады. И деген болады екен. Бұлар насыптағы түрлері, бұлар жекеше түрде келмейді. Әрқашан қосылып келеді. И немесе ни болады екен. Ни болып келеді екен. И немесе ни, бұл әнанікі, сосын нахну деген нә болады. Міне. Бұлар рафха не насып болып тұр бұларда. Насып не жар болып тұр. Насып не жар болып тұр. Бұл насып не жары жекеше келмейді, бұлар жалғанып келеді. Сондықтан бұларды біз жалғанған есімдіктер дейміз. Рафхасын тәуелсіз деп айттық. Тәуелсіз есімдіктер. Бұларды біз жалғанған дейміз. Неге жалғанған? Себебі бұлар не харфқа, не есімге жалғанып келеді. Не харф жарға, не харф насыпқа жалғанып келеді. Сондықтан біз насып түрлерін біз айтамыз жалғанған есімдіктер дейміз. Жалғанған түрі. Олар әрқашан не рафха, не жар болады. Ал рафха түрлері біз тәуелсіз дейміз, себебі олар әрқашан жекеше түрде келеді.
Так, не упад бізде. Заряд мотиватқа бермейді. Сонымен біз рафқасымен таныстық есімдіктерін. Енді рафқасы ұста тұрғандарда біз айтамыз, олар жекеше түрдегі есімдіктер дейміз. Сосын ойбай, кешірім сұрайын, не кетті. Сосын рафқа насыптың жары олар жалғанған деп атайды. Неге? Себебі олар әрқашан исімға немесе харф жары, харф насыпқа жалғанып келеді. Түсінікті ме? Тағы бір қайталай берейік мына жермен. Так, кішірейтейік. Барлығы бір экранға сыйсын. Бағыра кетіп қалдым. Так. Осылай болсыншы. Так, сонымен тағы бір қайталайық, не болып кетті бізде? Есімдіктер өте маңызды дедік. Мына сарымен тұрғандар, олардың есімдіктерін насып немесе жар түріндегісі. Хуа дегеніміз бізде рафа, оның насып не жары хуа атмені. Сосын хума дегеніміз ол рафқа насып жар бірдей, хум олар деген сөз, рафқа насып бірдей. Хия дегеніміз ол женский родта, оның бұл рафа ұстадыр, оның насыбы не жары ха атмені. Қалғандар бірдей. Хума дегеніміз рафқа насып жары бірдей, хунна олар женский род, рафқа насып жары бірдей. Сосын кеттік. Анта дегеніміз рафқа, сен деген мәнін білдіреді. Оның жалғанған түрі насып жары кауат. Антума бұл рафқа түрі, сен екеуін, оның насып жар түрі, яғни жалғанған түрі кума болады. Антум бұл рафқа, оның насып жар түрі кум болады. Анти сен женский родта, рафқа, оның насып жары ки болады. Антума сен екеуін женский родта, немесе мужской родта, рафқа ұста, оның насып жары кума болады. Антунна бұл бізде не болады? Рафқа, сендер женский родта, оның насыбы не жары кунна болады. Түсінікті ме? Ана дегеніміз мен деген рафқа ұста тұр, оның насып не жары и болады, міне, и болып тұр. И немесе не болады. Сосын нахну деген бар. Нахну дегеніміз біз деген сөз, рафқа ұста, оның насып жары нә болады. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Мүмкін түсінбесеңіздер, сұрақ болса. Так, сонымен қараңыздар, біз не өттік? Сонымен есімдіктердің екі түрі бар екен. Мен жазайын. Түсінікті болу үшін. Есімдіктер екіге бөлінеді. Біріншісі тәуелсіз болып бөлінеді. Олар кімдер? Тәуелсіз есімдіктер. Яғни ол дегеніміз не? Жекеше түрде рафқа статуста келеді. Тәуелсіз рафқа болады. Рафқа статуста болады. Рафқа статуста есімдіктері біз тәуелсіз дейміз. Екіншісі жалғанған деген болады. Жалғанған. Неге? Олар насып не жары болады. Жалғанғаны насып не жары болады. Не үшін жалғанған? Себебі ол есімге немесе қазір мысал көреміз жатты ғой. Есімге немесе харфке, харф насып, харф жарға жалғанып келеді. Сондықтан біз оны жалғанған дейміз. Жалғанған не насып болады, не жар болады. Тәуелсіздері тек қана рафқа болады. Кеттік, мысалды көрейік. Мысалымен көрейік, ажыратып. Так, не болып қалды? Мені, бірінші бізде ху деген тұр. Бұл қайсысы тәуелсіз бе? Жалғанған түрі ме? Есімдіктен. Ху дегеніміз бірінші сұрақ. Мұны біз қайдан қараймыз? Кестені есімізге түсіреміз.
Кестені көрейік. Не деп тұр кестеде? Сарымен тұрғандары бұлар бізде жалғанған түрлері. Хуа дегеніміз сұрақ бізде хуа болды. Мынау осы жалғанған ба әлде тәуелсіз тұр ма? Оны мына жерден іздейміз. Мін тұр ол. Бұл тәуелсіз. Жалғанғандар міне сарының ішінде тұр. Бұлар хуа деген не өкпетті ма? Хуа деген жалғыз келіп тұр. Сондықтан бұл тәуелсіз. Тәуелсіздерді біз айтамыз рафқа статустаdır. Мынау тәуелсіз. Себебі жалғыз келіп тұр. Бұның төрт статусын айтатын болсақ, бұл рафқа болып тұр. Жекеше түрде ол деген мағынаны білдіреді. Мужской болып тұр. Сосын есімдіктердің барлығы тәуелсізде жалғанғанда барлығы нақты болады. Сондықтан бұл нақты. Келесі. Насара ха дейді. Ха деген бізде бұл бізде есімдік. Сұрақ тәуелсіз тұр ма, жалғанған тұр ма? Қай статустадыр? Ха деген. Біз кестемізді есімізге түсіреміз. Ха деген міне мына жерде тұр. Яғни сарының ішінде тұрса, бұл айтамыз, бұл жалғанған. Статусы рафқа не жар болып тұр дейміз. Түсінікті ме? Келесі. Алайна. Мынау көрдіңіздер ме? Жалғанған. Неге жалғанған? Себебі алдында басқа сөз келіп тұр. Бір сөз келіп тұр, соған жалғанып тұр міне ха деген. Хуа алдында жалғыз келген. Хуа жалғыз келген. Келесісі де жетті міне нә деген. Бұл жерде біз есімдік. Есімдік бұл. Бұл жалғыз келіп тұр ма? Жоқ, жалғанып кетіп тұр. Сондықтан бұл қай статуста тұр? Рафқа не насып не жар статуста тұр. Бұл жалғанған түрі. Қайдан білдік? Себебі қасында алайна деген харф жар тұр. Алай деген, ала деген харф жар тұр. Нә деген міне нәхнудің нә деген түрі міне. Сондықтан бұл есімдік, есімдіктің қай түрі? Жалғанған немесе тәуелсіз. Бұл жалғанған түрі. Себебі алдында харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Тағы да мысал. Бұл әрқашан бір сөзге не харфке жалғанып келеді. Қауми дегенде есімдік бар ма? Бар міне и деген тұр. Қауми, менің қауымым деген сөз. Яғни бұл жерде есімдік и деген тұр. Бұл и деген қайдан шықты? Әна дегеннің жалғанған түрі міне. И немесе ни деп айттық. Алдында қауым деген есім келіп тұр, соған жалғанып тұр. Сондықтан бұл есімдік и деген есімдік жалғанған түрі статусы рафқа немесе жар дейміз әзірге. Вағадакум. Кум деген бізге таныс. Бұл да есімдік. Қай есімдік? Тәуелсіз немесе жалғанған. Алдында сөз тұр. Сондықтан бұл жалғанған. Жалғанған болса, бұл статусы рафқа не жар болады. Көрдіңіздер ме? Кум деген қайдан шықтыр? Әнтум дегеннен шықтыр ғой. Мінтір кум деген. Әнтум, оның насып не жар түрі міне. Кум болып тұр. Кум дегеніміз әнтумның жалғанған түрі насып не жар болып тұр. Алдында ада келіп тұр, онда ол сразу белгілі жалғанған есімдік. Би-әннәхум дейді. Би-әннәхум келіп тұр. Қараңыздар, хум. Бұл тәуелсіз бе, жалғанған ба? Алдында бірнеше сөз келіп тұр. Көрдіңіздер, би келіп тұр, әнна деген келіп тұр. Би-әнна. Би-әнна дегеніміз біз айтты харф насып дедік. Сонда хум бізде жалғанған, харфке жалғанған түрі. Ол қай жердің тұр? Біздің кестемізде хум деген мін тұр. Хум рафқасы насыбы да жарда бірдей. Бірақ алдында харф насып келіп тұрғасын біз айтамыз, бұл есімдіктің жалғанған түрі, сондықтан бұның статусы жар немесе насып дейміз. 19. Инна ни дейді. Бұл жерде ни келіп тұр. Ни дегеніміз бұл дейтін есімдіктің тәуелсіз түрі ме, жалғанған түрі ме? Жалғанған. Неге? Себебі алдында инна деген келіп тұр. Инна дегеніміз бізде харф насып. Ни деген бізде кестеде қарайтын болсақ, әна дегеннің насып түрі. Әна деген мен деген сөз, оның насып не жар түрі ни немесе и. Бізде ни келіп тұр.
Көрдіңіз бе, алдында и келсе біз айтамыз бұл есімдік жалғанған түрі. Әна жалғыз келіп тұр. Жалғыз келіп тұрса оңай. Жалғыз келсе біз айтамыз бұл тәуелсіз есімдік, сондықтан бұның статусы рафға дейміз. Әна деген мен деген сөз. Келесі мин ху дейді. Бұл жерде есімдік ху деген міне. Бұл жалғыз келіп тұр ма? Жоқ, алдында мин деген харф жар келіп тұр. Сондықтан біз бұл ху дегенде есімдік дейміз. Есімдіктің қай түрі? Тәуелсіз немесе жалғанған. Бұл харф жарға жалғанып тұр, сондықтан біз айтамыз бұны жалғанған есімдік. Бұл екеуі біз айттық. Харф жар мен есімнің қосындысын біз қандай тіркес дейміз? Жар маджрур дейміз. Мин ху деген жар маджрур деген сөз тіркесі болып тұр. Көрдіңіздер ме? Би хи дегенде солай. Бұл худың хи түрі, ху немесе хи болады кейде, мен жер жазуым кеттім ғой. Мына хи деген ол да есімдіктің хи деген мен жерде мына айттық қой хуа деген рафқа, сосын оның насып түрі ху деп. Ху кейде хи болады. Кейде хи болып өзгереді. Бұл кейде хи болады. Неге? Алдында и келсе бұл хи болып кетеді. Ху немесе хи. Ху немесе хи. Бізде міне хи болып тұр. Неге? Мен ху болып тұр. Мен жерде алдындағысы сукундар боласын, ол ху болып тұр. Ал мен жерде хи болып кетті. Негізі ху болатын. Ху. Неге и болып кетті? Алдында и келгесін, бұл да би хи болып кетті. Бұл да есімдік жалғанған ба, тәуелсіз бе? Алдында харф жар келіп тұр, сондықтан бұл жалғанған. Статусы рафқа немесе насып немесе жар дейміз. Бірақ біз мына харф жар келгесін, ол харф жар өзінен кейінгі есімді жар статуста қалады, сондықтан біз айтамыз бұл хи деген жар статуста тұр. Бұл екеуі сөз тіркесі жар маджрур дейміз. Не себепте? Себебі мына би деген харф жар. Сондықтан бұл хи деген есімдік жалғанған. Статусы жар болып тұр. Харф жардың кесірінен. Раббукум дейді. Раббукум дегенде бізде есімдік бар ма? Бар. Қайсысы? Ки деген сөз. Раббики. Ки деген біз айттық. Қайсысы? Қай есімдік? Тәуелсіз ба, жалғанған ба? Бұл жалғанған. Себебі алдында есім сөз келіп тұр. Енді қайсысы дейтін болсақ, бұл міне әнтидің насыбіне жар түрі қалай болады? Ки болады. Міне ки болып тұр. Сондықтан бұл ки болып тұр. Бұл бізде жалғанған түрі. Насып немесе жар дейміз. Әл-қиха деген бізде бұл есімдік қайшысы? Жалғанған ба? Тәуелсіз бе? Жалғанған, себебі алдында сөз келіп тұр. Бұл насып немесе жар болуы мүмкін. Ха деген қайдан келіп тұр? Бұл хия дегеннен келіп тұр. Міне. Хия дегеніміз бізде рафқа, оның насып немесе жары ха болып тұр. Міне. Бұл бізде есімдік, жалғанған есімдік. Яхдихи. Міне хи деген біз айттық. Бұл негізі ху болатын, бірақ хи болып кетті. Неге? Алдында и келгесін. Міне и болғандықтан бұл хует хи болып кетті. Бұл қайдан шығып тұр? Бұл тәуелсіз бе, жалғанған ба? Жалғанған, ол белгілі. Қайсысы? Хуадан шығып тұр. Міне ху немесе хи болады. Негізі хует, бірақ алдында и болғасын хи болып кетті. Хунна жалғыз өзі келіп тұр. Тәуелсіз бе, жалғанған ба? Жалғыз келіп тұр, сондықтан біз айтамыз тәуелсіз рафқа статуста тұр дейміз. Бұл мәл деген қайсысы? Хунна женский родтағы олар деген мағынаны білдіреді. Сосын тағы не бар? Насирухума. Хума деген бізде есімдік. Жалғыз келіп тұр ма? Жоқ, жалғанып келіп тұр. Сондықтан бұл жалғанып келіп тұр. Статусы рафқа насып немесе жар дейміз. Хума жалғанып келіп тұр. Міне, мұн жерде ол жалғыз келіп тұр. Тәуелсіз келіп тұр. Сондықтан бұның статусы рафқа болады. Тәуелсіз бір жеке өзі келсе, бұл рафқа болады, бұлар есімдік қой. Бұл да жалғыз келіп тұр, хун деген. Статусы рафқа болады. Себебі ешқандай харф, ешқандай есім
жалғанып тұрған жоқ. Түсінікті ма? Тағы не бар? Китабу кунна. Кунна деген бізде есімдік. Жалғанғанда жекеше ме? Алдында китабу деген есім сөз келіп тұр, сондықтан бұл жалғанған. Насып немесе жар дейміз. Енді бұл қайдан шығып тұр? Кунна деген әнтуннадан шығып тұр. Әнтунна бізде рафа, міне. Оның насып немесе жар жалғанған түрі кунна болады, міне. Кунна бізде есімдік, есімдіктің жалғанған түрі, насып немесе жар дейміз. Ахраджахума. Хума деген бізде есімдік. Жалғыз келіп тұр ма? Жоқ, алдында сөз келіп тұр. Сондықтан бұл жалғанған. Статусы насып немесе жар дейміз. Нахну, міне жалғыз келіп тұр. Бұл есімдік біз деген мәнін білдіреді. Сондықтан статусы рафа болады. Тансуру кума дейді. Кума деген жалғанып тұр. Сондықтан бұл есімдік жалғанған түрі, насып немесе жар. Кума қайдан шықты? Антума, міне кума дегеннен келіп тұр. Антума, оның насып немесе жары кума болады. Бұл жалғанған есімдік, статусы рафа немесе жар дейміз. Антунна, жеке өзі келіп тұр. Сондықтан бұл тәуелсіз есімдік. Статусы рафқа ма, насып па, жеке өзі болғасын рафқа болады. Антунна, сендер. Қыздарға айтып тұрған. Женский родта сөз. Анта, бір өзі келіп тұр есімдік. Статусы тәуелсіз есімдік, жалғыз өзі келіп тұр. Сондықтан бұның статусы рафқа болады. Истахфируху. Есімдік, бұл жерде ху деген сөз. Бұл жалғанып келіп тұр. Тәуелсіз бе, жалғанған ба? Жалғанған. Сондықтан бұның статусы рафқа немесе жар болады. Фи хунна. Хунна бұл жалғанған ба, тәуелсіз есімдік бе? Жалғанған себебі алдында харф жар келіп тұр. Жар мәжрур болып тұр. Хунна бізде жар статуста болып тұр. Неге? Себебі алдында харф жар келіп тұр. Біз айтты, харф жардың міндеті өзінен кейінгі есім сөзді, бізде есімдіктер ол есімдер, өзінен кейінгі есім сөзді жар қылады. Сонда хунна дегеніміз бізде жалғанған есімдік жар статуста тұр. Хия дегеніміз жеке өзі келіп тұр, тәуелсіз. Сондықтан біз оны рафха статусында дейміз, себебі жалғыз өзі бір өзі келіп тұр. Енді біз айтып отырық. Қараңыздар. Жалғанған түрі жар болады, немесе насып барады. Насып немесе жар статуста. Енді соны айтайық, қай кезде соны үйренейік. Қай кезде жар болады, қай кезде жалғанған есімдік насып болады. Насып болады, соны үйренейік. Оны қай кезде? Бірінші, егер есімдік етістікке фиғылға жалғанған болса, есімдік фиғылға жалғанған болса, онда ол насып болады. Фиғылға жалғанған болса, атайды тұр жалғанған. Сондықтан бұл жалған не фиғылға, не харфқа, неге? Исімға, не фиғылға, не харфқа. Фиғылға жалғанса ол насып болады. Есімдіктер қай кезде жалғанған есімдік насып болады? Тақырып сол. Фиғылға жалғанған болса бұл бізде насып болады. Екінші, харф жар деген болды ғой. Харф насып деген болды ғой бізде. Харф насыпқа жалғанған болса, харф насыпқа жалғанса, айттық қой, харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі есім сөзді насып болу. Сондықтан бұл насып болады. Харф насыпқа жалғанған.
Көрдіңіздер ме? Оңай. Қай кезде есімдік насып болады? Қай кезде насып болады? Фиғылға жалғанса, немесе харф насыпқа жалғанса. Оңай. Көрдіңіздер ме? Ажырата аламыз. Қай кезде насып, қай кезде жар. Енді қай кезде жар болады? Ол да оңай. Қай кезде есімдік жар болады? Жар статуста болады. Жар статуста болады. Насып статуста болады. Енді қай кезде есімдіктер жар болады? Жалғанған есімдік дейік. Қызылмен белгілейік. Жалғанған есімдік қай кезде жар болады? Жарды көкпен белгілейік. Екі жағдайда болады, оңай. Бірінші, егер есім сөзге жалғанса, есім сөзге жалғанса бізде есімдігіміз жар болады. Сосын екіншісі бізде харф жар дедік қой. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі сөзде жар қылу. Сондықтан харф бұл оңай харф жардың жұмысына. Харф жарға жалғанса. Неге? Себебі харф жардың жұмысы сол. Өзінен кейінгі есім сөзде жар қылу. Көрдіңіздер ме? Не есімге жалғанса, ол жар болады. Не харфқа жалғанса, жар болады. Ал қай кезде насып болады? Егер фиғылға жалғанса, немесе харф насыпқа жалғанса, ол не болады? Жар болады. Енді мысал келтірейік. Құраннан мысал келтірейік. Кәусәр сүресін бәріміз білеміз. Кәусәр сүресін көрейік. Кәусәр сүресіне мысал келтірейік. Кәусәр. Қараңыздар. Кәусәр сүресінде есімдік бар ма екен көрейік. Қараңыздар. Міне. Инна деп тұр. Инна дегеніміз бізде инна. Бұл жерде нә деген бізде инна деген харф насып бар. Оған жалғанып тұр нә деген. Ол бізде жалғанған есімдік. Сондықтан ол насып статуста тұр. Көрдіңіздер? Инна нә. Бұл негізі былай болатын. Инна деген бөлек. Инна. Сосын нә деген бұл жерде. Нә деген бар. Екі сөз жалғанып тұр бұл жерде. Инна. Міне. Инна бұл бізде харф насып, оған нә деген есімдік жалғанып тұр. Сондықтан бұл есімдігіміз қай статуста тұр? Біз айттық, егер харф насыпқа жалғанса, ол насып болады. Міне, бұл насып болып тұр. Инна нә. Екеу қосып кетеді де, инна болып кетіп тұр ғой. Міне, харф насыпта негізі алиф жоқ, просто жай инна. А оған есімдік жалғанып кеткесін, ол инна болып кетіп тұр. Созылып тұр. Ағатайна. Ка, міне, ка деген бұл есімдік. Раф статусы. Рафқа ма, насыпқа жар ма? Рафқа емес, себебі бұл қосылып тұр. Жалғанып тұр. Бұл қайда жалғанып тұр? Етістікке жалғанып тұр. Сондықтан бұл етістікке жалғанса, біз айтамыз, бұл насып болып тұр дейміз. Мен айттық. Егер фиғылға, етістікке фиғылға жалғанса, онда ол насып болады. Мынау инна. Бұл да насып болып тұр. Сарымен белгілейік. Көрдіңіз бе? Кәусәр. Сосын фасол ли роббика. Ка деген бұл жерде тағы келіп тұр. Сен деген сөз ғой. Міне. Ағатайнака, саған, сенің раббына. Міне.
К деген бұл рафқа емес. Жарма енді бұл жалғанған есімдік қой, жалғанып тұр. Енді статуста рафқа насып жар. Бұл қайда жалғанып тұр? Бұл исімге жалғанып тұр. Исімге жалғанса біз айтамыз, міне, жар статуста тұр. Неге? Егер исімге жалғанса бұл жар болады. Оның себебін алда өтеміз, не үшін жар болып тұрған. Әзірге осылай. Исімге жалғанып тұр ма, жар дейміз. Көрдіңіз бе? Инна деген бізде харф жар. Шанияка, міне, та келіп тұр. Бұл исімге жалғанып тұр ма? К деген, анта дегеннің жалғанған тұр. Анта рафқа, К деген насып немесе жар. Бұл жерде енді исімге жалғанса, біз айтамыз, исімге жалғанса, бұл бізде не болады? Шанияка жар болып тұр дейміз. Себебі исімге жалғанып тұр. Көрдіңіздер ме? Хуа деген, міне, хуа бұл бізде рафқа. Бұл бізде рафқа. Неге? Себебі жалғыз өзі тәуелсіз тұр. Сондықтан оның статусы рафқа бар. Кеттік. Тағы қандай сүре бар? Так. Тағы сүреден мысал келтірейік. Есімдіктер Құранда өте көп. Хумаза деген сүре бар ғой? Хумазаны көрейік. Өсекшілер деген бе? Хумаза неше айт? 8-9 аят екен. Хумазадан Хумаза деген сүреден есімдіктерді іздеп тауып көрейік. Бұлар Құранда өте көп. Есімдіктер екі жағдайда насып болады. Қандай жағдайда? Егер фиғылға жалғанса, бірінші, екінші харф насыптан кейін келсе, харф насып өзі айтып тұр. Өзінен кейін есімді насып қылам дейді. Сондықтан екі жағдайда насып болады. Біреуі фиғыл, біреуі харф насыпқа жалғанса, есімдік, мен сені ол дегендер насып болады. Сосын қандай жағдайда жар болады? Бірінші, егер есімдік исім сөзге жалғанса жар болады. Мудаф, идафа болады. Сосын екінші жағдай харф жардан кейін. Харф жардың жұмысы өзінен кейін есімді жар алу. Сондықтан ол жар болады. Міне, Хумаза сүресін алдық. Қазір үлкейт жіберейін. Ой, не опатна. Міне. Вайлул ликулли хумазатил лумаза. Көрініп тұр деп ойлаймын. Біз есімдіктерді іздеп жатырмыз. Бұл сүреде есімдіктерді. Қазір көрейік. Вайлул ликулли бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Малан. Уаддадаху, міне, ху деген тұр бізде. Бұл бізде жалғанған есімдік. Насып па, жарма? Бұл етістікке жалғанып тұр. Сонда етістікке жалғанса біз айтамыз насып дейміз. Екі жағдан насып болады, біреуі фиғылға, біреуі харф жар. Бұл фиғылға жалғанып тұр, сондықтан біз насып дейміз. Насыпты біз сарымен белгілейміз, дұрыс қой. Бұл бізде жалғанған есімдік. Яхсабу анна малаху, тағы келіп тұр, малаху. Енді бұл дейтін жалғанған, сондықтан насып немесе жар болуы мүмкін. Енді бұл неге жалғанған? Қандай сөзге? Харфқа ма, фиғылға ма, исімге ма? Малаху деген бұл бізде исім, сондықтан бұл жар болады. Көрдіңіздер ме? Жарды біз көп дейміз. Ху деген бізде жалғанған есімдік. Бұл исімге жалғанғандықтан идафа болып тұр, сондықтан бұл жар статуста болып тұр. Ва ахладаху дейді. Ахладаху. Ахладаху. Бұл жерде бізде статусы ахлада деген бізде. Ахлада бізде исім болып тұр, сондықтан бұл жар болады.
жалғанған есімдік, бұл есімге жалғанып тұр, сондықтан бұл жар болып тұр. Әхлада. Әхлада. Или бұл насып болып, әхлада бізде фиғыл ма? Жар. Әзірге белгілемей қойыңызшы. Бірақ бұл ху деген бізде ұсталсын. Әхлада бұл фиғыл сияқты. Люмбадан фил хутама. Фи бізде харф жар дедік, міне. Содан кейінгі есім сөз бізде не болып тұр? Жар болып тұр. Бұны харф жар. Адрака. Ка деген бізде әнтәнің жалғанған түрі есімдік. Насып па жар ма? Адрака. Бұл фиғылға жалғанып тұр, фиғылға жалғансын бұл насып бұрады. Нәруллахи муқада әлләти алал афида. Ала бізде харф жар. Содан кейінгі сөз не болып тұр? Жар болып тұр. Жар маджрур. Иннаха. Инна бізде харф насып. Харф насып. Одан кейінгі ха бізде есім. Есімдік. Хия деген женский родтың насып түріндегісі. Бұл насып болып тұр ма? Жар болып тұр ма? Харф насыптан кейін келсе, оны біз насып дейміз. Насып статуста. Ал хим деген міне. Хум деген ғой, негізі хим болып кетті, алдында и боласын. Хум бізде насып па жар ма? Бұл жалғанған есімдік. Енді статусы жалғанған ба? Насып па немесе жар ма? Оны алдындағы сөзге қараймыз. Алдындағы сөзі бұл харф. Харф жар. Ала деген харф жар. Харф жарға жалғанғасын, хим деген бізде хум немесе хим бұл жар статус жалғанған есімдік. Жар статуста тұрады. Себебі алдында харф жар келіп тұр. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі есім сөзді не істеу? Жар болды. Жар маджрур дейміз. Фи амадимін тағы да фи келіп тұр. Харф жар өзінен кейінгі есімді не істеу? Жар қылу. Көрдіңіздер ме? Құранда бұлар өте көп. Тағы қандай? Зілзала деген сүре бар да. Соны көрейік. Сосын аяқтаймыз. Зілзала. Содан есімдіктер іздеп көрейік. Зілзала деген аяттан, сүреден. Бұлар есімдіктер өте көп. Құранда. Сондықтан бұны міндетті жаттау бола керекпіз. Тәуелсіз түрін, жалғанған түрін. Кеттік. Енді есімдіктер бар мекен көрейік. Иза зульзилатил арду зилзалаха. Ха деген тұр міне. Бұл жалғанған статуста насып па жар ма? Жалғанған болса не жар болады, не насып болады. Алдында зилзала деген бұл бізде есім болып тұр, сондықтан бұл бізде не болады? Жар болады. Көрдіңіздер ме? Ортаға алайық. Тағы қандай? Ва ахраджатил арду асқалаха. Тағы келіп тұр. Хия дегеннің насып немесе жар тұры. Бұл есімге жалғанғасын, бұл жар болады. Екі жағдайда жар болады дедік. Біріншісі есімге жалғанса, не харф жар. Бұл жерде есімге жалғанып тұр. Ва қалал инсану малаха. Тағы да ха келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде енді бұл жар болып тұр. Неге? Бұл жалғанған есімдік жар болып тұр. Неге? Себебі алдында ла деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл енді насып емес, бұл жар болады. Көрдіңіздер ме? Жазылуы бірдей, бірақ мен жерде бұл жар болып тұр, ал мен жерде ол сары насып болып тұр. Көрдіңіздер ме? Қалай ажыратамыз? Ла деген бізде харф. Сондықтан мынау бірге идафа болады, сөздер келсе идафа болады. А мынау жар маджрур болады. Харф жар мен есімдік жар маджрур болады. Көрдіңіздер ме? Йома изин тухаддису ахбараха. Тағы келіп тұр. Насып па жар ма? Алдындағы сөз есім боласын, бұл бізде ойбай. Есім болса, бұл жар болады ғой айтпашы. Есім болса, бұл жар болады екен ғой, кешірім сұраймын. Жар болады, мынау да жар болады, себебі мына идафа болып тұр ғой. Мына жар маджрур болып тұр.
мына жерде насып болады, жар болады, мына жерде жар болады, себебі идафа болып тұр. Мына жерде жар мажрур болып тұр, жар болады, мына жерде идафа болып тұр, жар болады. Есім сұрайын. Би анна деген бізде не? Бұл харф насып дедік. Харф насып өзінен кейінгі исімді міне насып қылып тұр. Рабба дегенде насып қылып тұр. Ка деген бізде есімдік жалғанған түрі. Егер бұл насып бола ма, жар бола ма? Егер исім сөзге жалғанса, бұл бізде идафа болады да, бұл бізде жар болады. Неге? Себебі алдында исім сөз келіп тұр. Ауха лаха би анна раббака ауха лаха. Жар мажрур, сондықтан мына жар болып тұр. Ха деген насып па, жар ма десек, бұл жар болып тұр, себебі алдында харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Құранда өте көп. Мынау бір сүренің өзінде қаншама. Қараңыздар, мынаның бәрі, жасыл мен сарының бәрі бізде не? Тек мына жасылда көктегілер, бұлар бізде есімдіктер. Бір сүреде қаншама. Яума изин ясдурун насу аштата ли юрау а'малахум. Хум мен жерде бізде есімдік. Бұл бізде харф насып па, жар ма статусы? Жар неге? Себебі алдында есімдік тұр. Оны алдағы өтеміз не үшін жар болып тұрған. Фама я'мал мисқала зарратин хайран яраху. О, насып келді. Насып тұр міне. Ху деген бізде жалғанған есімдік. Статусы рафа насып па, жар ма? Бұл есім фиғылға жалғанып тұр, сондықтан бұл насып болады. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Тағы да ху насып немесе жар. Фиғылға жалғансын, бұл жар болады. Көрдіңіздер ме? Қаншама бір Зілзала сүресінде қаншама не келіп тұр? Есімдіктер. Құранда бұлар өте көп. Сондықтан бұны білу өте маңызды. Бүгінгі сабақ қорытындайық сонымен. Не болды? Бүгінгі сабақ не өттік? Бір қорытындап жіберейік, сонымен аяқтайық. Бүгінгі сабақ бізде не болды? Есімдік болды. Есімдіктер дегенді өттік бүгін. Есімдіктер. Бұлардың екі түрі болады дедік. Екі түрі болады. Біріншісі не ол? Тәуелсіз. Тәуелсіз, яғни жекеше түрде келді. Тәуелсіз. Екіншісі жалғанған. Неге жалғанады? Исімға, харфқа, фиғылға жалғанған түрі дейдік. Тәуелсіз бізде әрқашан рафқа статусында болады. Тәуелсіз, яғни жеке өзі келеді, сондықтан ол рафқа болады. Ал жалғанған, бұл неге жалғану мүмкін? Жалғанған, бұл бізде насып болуы мүмкін, немесе жар болуы мүмкін. Енді қандай жағдайда насып болады? Қандай жағдайда насып болады? Қандай жағдайда насып болады? Айтамыз. Екі жағдайда. Біріншісі, фиғылға жалғанса насып болады. Есімдік фиғылға жалғанса насып болады. Сосын фиғылға немесе харф насыптан кейін. Харф насыптан кейін келсе, онда ол насып статуста болады. Түсінікті ме? Мына билейікші. Міне. Есімдікте тәуелсіз болады, не жалғанылмайды. Қай уақытта тәуелсіз болады, егер жалғыз өзі келсе. Сосын жалғанған деген болады екіншісі.
жалғанған насып болады, кейде жар болады. Қандай жағдайда насып болады? Екі жағдайда. Біріншісі, егер фиғылға жалғанса насып болады, немесе сосын харф насыптан кейін келсе, харф насыпқа жалғанса, онда насып болады. Түсінікті ме? Енді екі жағдайда жар болады. Қандай жағдайда? Біріншісі, ол бір исімге жалғанса. Біріншісі исімге жалғанса. Исімге жалғанса, онда ол жар болады. Сосын харф жар деген бар ғой. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу, харф жарға жалғанса, ол кезде жар болады. Көрдіңіз ме? Екі жағдайда насып болады. Фиғыл немесе харфқа жалғанса насып болады. Исімдік қай кезде жар болады? Исімге немесе харф жарға жалғанса, ол бізде не болады? Жар статуста болады. Есімдіктері жаттау өте маңызды. Бұл араб тілінде өте маңызды. Құранда өте көп. Сондықтан жаттап алу керек мағынасымен. Тағы бір қайталап шығайық міне. Хуа хума хум, хия хума хунна, анта антума антум, анти антума антунна, ана нахну. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұны жаттау міндетті мағынасымен бірге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.